Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін сұраныс факторларын қарастырамыз. Сұраныс бұл тұтынушының іс-әрекетін түсіндіретін теория, және сұранысқа бірінші кезекте әсер ететін фактор ол тауар бағасы. Сұранысқа келесіде факторлар әсер етеді. Ол тұтынушы табысы, субститут және комплементар тауарларының бағасы, тұтынушы талғамы және тұтынушының нарықта болатын өзгерістерді күтуі. Бірінші фактор бағаны қарастырып өтейік. Тауар бағасының өзгерісі сұраныс көлемін өзгертеді. Алдарыңызда графикте біз X өсінен тауар көлемін белгілейміз, quantity, ал Y өсінен тауар бағасын белгілейміз, price. Сұраныс көлемі дегеніміз не? Ол тұтынушы белгілі бір бағамен сатып алуға дайын тауар санын айтамыз. Мысалы үшін алдарыңыздағы графикта 200 теңгемен тұтынушы тауардың 2 данасын сатып алуға дайын. Демек, сұраныс көлемі 2 дана. Аталған тауардың бағасы өскен жағдайда, 200 теңгеден 400 теңгеге дейін өскен жағдайда, тұтынушының тауарға деген сұраныс көлемі 2 данадан 1 данаға дейін кемейді. Ал графикте біз оны сұраныс қисық сызығы бойында А нүктесінен С нүктесіне жылжу арқылы көрсетеміз. Демек, тауар бағасының өзгерісі сұраныс көлемін өзгертеді. Ал графикте біз оны бір сұраныс қисық сызығы бойында бір нүктеден екінші нүктеге жылжу арқылы көрсетеміз. Келесі фактор ол тұтынушы табысы. Бастапқыда айтайық, нарықтық тауардың бағасы 300 теңгеге тең. Және бұл 300 теңгемен тұтынушы тауардың 100 данасын сатып алуға дайын. Егер де тұтынушы табысы өскен жағдайда, табыс өсті делік, тұтынушы осы 300 теңге бағамен тауардың енді 150 данасын сатып алуға дайын. Демек, табыстың өсуі сұранысты өсіреді, ал графикте біз оны сұраныс қисық сызығының D1 позициясынан оң жаққа D2 позициясына жылжуымен көрсетеміз. Демек, сұраныс өскен жағдайда сұраныс қисық сызығы оң жаққа ығысады. Ал табыс азайған жағдайда, енді тұтынушы сол нарықтық бағамен 300 теңгемен енді 50 дана өнім сатып алуға дайын. Сұраныстың азаюын біз графикте сұраныс қисық сызығының сол жаққа жылжуымен көрсетеміз. Бастапқыда сұраныс қисық сызығы D1 позициясында болса, енді табыс азайғанда сұраныс қисық сызығы D3 позициясына сол жаққа жылжыды. Демек, сұраныстың кемуі сұраныс қисығын сол жаққа ығыстырады. Келесі сұранысқа әсер ететін факторлар ол субститут және комплементар тауарларының бағалары. Субститут тауарлары дегеніміз өзара бір-бірін алмастыратын тауарлар. Мысалы үшін алдарыңызда Snickers және Twix тауарлары берілген. Дүкенде Twix тауары болмаған жағдайда тұтынушы Snickers тауарына сұраныс білдіре алады. Егер де Twix тауар бағасы қымбаттаған жағдайда, тұтынушы тарапынан Snickersке деген сұраныс өседі. Комплементар тауарлар дегеніміз ол бір-бірін толықтыратын тауарлар. Егер де тұтынушы көлік сатып алған жағдайда, тұтынушы тарапынан осы автокөлікке қажет бензин тауарына да сұраныс өседі. Ал айтайық, нарықта бензин бағасы қымбаттады делік. Сол жағдайда тұтынушылардың автокөлікке деген сұранысы азаяды. Немесе керісінше, бензин бағасы арзандаған кезде тұтынушылар тарапынан автокөлікке деген сұраныс өседі. Келесі бағадан тыс факторлардың бірі ол тұтынушы талғамы. Мысалы үшін айтайық, студенттер арасында MacBook'ке деген сұраныс талғам артты делік. MacBook'ке талғам артқан кезде сұраныс өседі. Сұраныс қисық сызығы D1 позициясынан D2 позициясына дейін оң жаққа ығысады. Ал егер де студенттер MacBook'ке қызықпаса, олардың талғамына MacBook сай келмеген жағдайда, MacBook'ке сұраныс азаяды және графикте біз оны сұраныс қисық сызығының D1 позициясынан сол жаққа D3 позициясына дейін жылжуымен көрсетеміз.
Сұранысқа әсер ететін келесі бағадан тыс факторлардың бірі ол нарықта болатын өзгерістерді күту. Мысалы үшін айтайық, үй нарығы. Үй нарығында біз өзгерістер болады деп күтсек, және мысалы үшін бүгін біз ақпарат алдық дейік. Келесі айда үй нарығындағы үйлердің бағасы түседі деген біз ақпарат алсақ, бүгінгі күндегі үйге деген сұранысымыз азаяды, ал бір айдан кейін үй нарығындағы үйлерге деген сұраныс көбейеді. Сонда бүгінгі үйге деген сұранысымыз азайған жағдайда біз оны графикте сұраныс қисық сызығының D1 позициясынан сол жаққа D3 позициясына дейін жылжуымен көрсетеміз. Ал бір айдан кейін мысалға үй нарығында сұраныс өскен жағдайда сұраныс қисық сызығы сол жаққа D1 позициясынан D2 позициясына дейін ығыстыруымен, оң жаққа жылжуымен көрсетеміз. Назарларыңызға рахмет.